Ағылшын тілін оқып жүрсің, грамматика үйреніп жатырсың, сөзді қор арттырумен айналысасың, бірақ прогресс өте баяу жүріп жатыр ма? Ал кейде тіпті ағылшының жақсармай жатқандай көріне ме? Егер осы ситуация сізге таныс болса, мына схемадағы сұрақтар мен инструкциялар сіздің тіл үйренуде прогресс жасауыңызға көмектеседі. Бұл decision tree деп аталады бұл схема. Мұндағы сұрақтар я және жоқ деген жауапты қажет етеді. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы прогрессті тежеп тұрған олқылықтарды анықтаймыз және оны түзету үшін не істеу керектігін қарастырамыз. Сонымен, егер дайын болсаңыз, сұрақтарға жауап беруді бастаймыз. Бірінші сұрақ. Ағылшын тілін не үшін үйреніп жүргеніңізді нақты білесіз бе? Яғни үйренуде мақсат бар ма? Егер я болса, екінші сұраққа жылжимыз, егер жоқ болса, онда жауап мақсат қою. Мақсат қою банально естіледі, бірақ бұл жерде көбісі мақсат қоюдан қателеседі. Мысалы, ағылшынша еркін сөйлеу деген сияқты мақсат жарамайды. Неге? Өйткені бұл нақты емес. Қай кезде біз ағылшын еркін сөйлей аламыз деп айта аламыз? Тіл үйренуде нақты, міне, осы кезде еркін сөйлеп кеттім деген нәрсе болмайды. Барлығы бірте-бірте жай жүреді. Оны біз нақты байқап айта алмаймыз. Сол үшін ми түсінбейді қай кезде еркін сөйледім деген деңгейге жеткен. Сол үшін де бұл мақсат бұлыңғыр, нақты емес. Ал мақсат дұрыс болу үшін, мүмкін естіген боларсыз, смарт мақсат деген бар. Смарт бойынша мақсат specific, нақты болу керек, measurable, achievable, relevant, time-bound. Яғни өлшенетін, қолжетімді, маңызды және уақытпен шектелген болу керек. Ал екінші мақсатта не дұрыс емес? IELTS-тан 8 балл алу. Бұл жерде уақыт көрсетілмеген, қанша уақыт ішінде? Мысалы, 3 ай ішінде делік. Бірақ егер қазіргі деңгейіңіз elementary, pre-intermediate, немесе intermediate деңгей болғанның өзінде 8 балл алу өте қиын. Сондықтан бұл мақсат қолжетімсіз. Оны қолжетімді ету керек. Мақсат құрастырған кезде мақсатыңыз smart болуы керек. Сондай бір мақсат құрастырып көрейік. 2 ай бойы аптасына 5 рет 2 минут тоқтамай сөйлеу. Уақыт бар, 2 ай бойы аптасына 5 рет 2 минут тоқтамай сөйлеу. Мақсат нақты, уақытпен шектелген, қолжетімді, бұны жасауға болады және өлшенетін. Сонда осы әрекеттерді 2 ай бойы орындасақ, онда мақсат орындалды деген сөз. Бұл мақсат арғарай емін-еркін сөйлеуге апарады. Сол сияқты 10 апта бойы аптасына 100 сөзден асатын 3 мәтін жазу. Миға тапсырма бар. Ми не істеу керек екенін біледі. Окей, мақсатымыз бар. Енді арғарай келесі сұрақ. Екінші сұрақ, сен ағылшынды тұрақты түрде оқып жүрсің бе? Күніне мысалы 15 минуттан кем дегенде. Егер жауап жоқ болса, онда апталық мини жоспар құрастыру керек. Неге апталық? Өйткені дағдыларды бірнеше күнге бөліп қоюға болады. Мысалы, бір күні listening және reading, input, тыңдап орындайтын материалдар, жазып және сөздік қормен жұмыс жасау. Келесі бір күні output, ол дегеніміз жазу және сөйлеу. Мен студенттермен жұмыста және курстарда осылай барлық дағдыны бір аптаның ішіне қамтуға тырысам. Тек input қана емес, output та болатындай. Қазір мына келесі сұрақ. Соған да байланысты келесі сұрақ. Сен ағылшынды белсенді пайдаланасың ба? Ол дегеніміз тек грамматика және сөздерді ғана жаттап қана қоймай, оны пайдалану, яғни сөйлеуде және жазуда. Мейлі бастапқы деңгейде болсаңыз да, сөйлеп жазуды бастай беру керек. Арнайы уақытты күтпеу керек. Бірден оны пайдалана беру керек. Әйтпесе үйренген сөздердің барлығы passive та болады. Passive vocabulary деген біз білеміз, оқысақ және тыңдасақ түсінеміз, бірақ өзіміз сөйлеуде және жазуда қолдамаймыз. Сондай болып қалмау керек. Ол үшін енді speaking, writing жаттығуларын жасау қажет. Мен курстарыма міндетті түрде мына speaking және writingті жеке студенттеріме оқытқан кезде де және топтық курстарда да міндетті түрде ерекше көңіл бөлем. Себебі ағылшынды біз не үшін үйренеміз? Әрине сөйлеу үшін. Ең бірінші кезекте тіл деген ол адам мен адам байланысы құрал емес пе? Егер де speaking және writing жасап жүрген болсаңыз, егер мына сұраққа я деп жауап берсеңіз, онда келесі сұрақ. Сен прогрессіңді өлшеп жүрсің бе? Прогрессіңді өлшемейтін болсаң, әрине прогрессте көрінбейді. Прогрессті өлшеп жүрмеген болсаң, онда прогрессті өлшеу керек. Оны өлшеу үшін видеоға түсіру керексіз, немесе дыбыстық жазба жазып сақтау керек. Сосын салыстыру қажет. Қалай болса да, қалай бар, сол деңгеймен видеоға өз-өзіңізді түсіріңіз. 1-2 минут белгілі бір тақырыпта. Сосын 1-2 айдан кейін
тағы да бір видео түсіріп салыстыратын болсаңыз байқайсыз өсімді. Ал процесс барысында бізге көп нәрсе байқалмайды. Бәрі бір деңгейде тұрған сияқты көрінеді. Сол үшін егер де осының бәрін жасап жүрсіз, бірақ прогрессіңізді өлшеп жүрмеген болсаңыз, онда соны жасауға әрекет етіңіз. Енді 5-ші сұрақ. Егер де алғашқы 4 сұрақтың барлығына иә деп жауап берген болсаң, яғни мақсат бар, күнделікті ағылшынды тұрақты түрде оқып жүрсің, тек input қана емес, output та бар, яғни оны сөйлеуде, жазуда пайдаланып жүрсің, прогрессіңді бақылап, бағалап жүрсің, салыстырып жүрсің, бірақ бәрібірде прогрессіңе қанағаттанбайтын болсаң, яғни прогрессіңе қанағаттанасың ба деген сұраққа жоқ деп жауап берген болсаң, онда сабырлы бол және жетістіктеріңді бағала. Кішкентай болса да жетістіктеріңді бағала. Қазір неге сабырлы бол деп айтып тұрмын, соны түсіндіріп айтамын. Ол үшін бізге мына сызба қажет. Бұл сызба ағылшынша 4 stages of competence деп аталады. Орысша 4 стадии компетентности, қазақша біліктіліктің 4 кезеңі. Басқаша айтқанда 4 stages of learning деп те аталады. Ол дегеніміз үйренудің 4 кезеңі. Үйренуші, яғни кез келген адам осы 4 кезеңнен өтеді. Тек тіл үйренуде ғана емес, кез келген жаңа ақпарат үйренуде, жаңа саланы қолға алып жатқан болсаңыз, мейлі спортты үйрену, мейлі жаңа музыкалық аспапта үйрену, барлығында да біз осы 4 кезеңнен өтеміз. Және осындағы екінші кезеңде көбіміз тоқтап қаламыз. Яғни үйреніп жатқан кезімізден прогрессімізге көңіліміз толмай тастап кетеміз. Көбі жағдайда осы екінші кезеңге келген кезде. Қазір әрбір кезеңге тоқталып шығайық. Ең біріншісі мұнда unconscious incompetence. Қазақша бейсаналы біліксіздік. Қарапайым сөзбен түсіндіріп айтқан кезде, бұл кезеңде біз білмейтінімізді білмейміз. Ол дегеніміз, мысалы, ағылшын тілі туралы білесіз, үйрену керек деп ойлайсыз, бірақ қалай үйрену керек, онда қандай тақырыптар қамтылған, ол туралы білмейсіз, хабарыңыз әлі жоқ. Мысалы ретінде 12 шақты алайық. Тіпті 12 шақ бар екен, және оның қандай түрлері бар екен де білмейсіз, және оны білмейтініңізді білмейсіз. Бұл ең бірінші кезең. Ары қарай ағылшын тілін қолға алып өз бетіңізбен немесе курсқа барып үйреніп бастадыңыз. Ол кезде екінші кезең басталады. Conscious incompetence, саналы біліксіздік. Бұл кезеңде сіз 12 шақ деген нәрсе бар екен мысалы түсіндіңіз. Сосын өзіңіздің білмейтініңізді білесіз. Осы кезеңде ары қарай үйрену басталады. Білмейтініңізді білгендіктен ары қарай сол тақырыпты меңгеруге тырысасыз, талпынасыз, сөйтіп мына кезеңге өтесіз. Үшіншісі conscious competence, ол дегеніміз саналы біліктілік. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл кезеңде сіз білетініңізді білесіз. Яғни, бұнда 12 шақтың барлығын үйрендіңіз, меңгердіңіз, ережесін білесіз, формуласын білесіз, қашан қолдану керек білесіз, және сөйлеген кезде де ойланып қолданасыз, етістіктің формасын еске түсіріп, формуласын еске түсіріп. Төртінші кезең unconscious competence, ол бейсаналы біліктілік. Бейсаналы біліктілік, ол кезеңде сіз білетініңізді білмейсіз. Егер 12 шақ туралы айтатын болсақ, сіз оны автоматтандырғансыз, және сөйлеу барысында ойланбайсыз, бірден дұрыс қолданасыз, өйткені үйреніп кеткен, солай қайта-қайта қолданып айтып, қай кезде present simple, қай кезде present continuous, қай кезде perfect қолданам деп ойланбайсыз, автоматты түрде туған тіліңіз сияқты сөйлей бересіз. Ол кезде сіз білетініңізді білмейсіз. Яғни бұрыннан білетін сияқты сезім туады бұл кезде. Бұнымен аяқталған жоқ, ары қарай келесі қайтадан мына кезеңге өтеді. Сондықтан бұл тізбекті диаграмма емес, мұнда цикличный циклды сызба. Ол дегеніміз былай. Шақтарды үйреніп алып жүрген кезде ойлайсыз, мүмкін ағылшынның енді барлық грамматикасын біліп алған шығармын деп, бастапқы деңгейде солай болады. Бірақ бара-бара сіз түсінесіз, басқа да толып жатқан неше түрлі құрылымдар бар екенін. Тек грамматика ғана емес, неше түрлі нәрсе үйрену керек, әртүрлі әдістер бар екен, үйренудің әртүрлі техника жолдар бар екен. Соны біле бастайсыз. Бастапқыда соны білген жоқсыз. Ондай бар екен. Грамматика туралы сөйлеп жатырмын, мысалы үшін грамматикалық бір тақырыпты айтайық. Мысалы, conditional sentence, шартты сөйлемдер. Бейсаналы біліксіздік, яғни ондай тақырып бар екен білген жоқсыз. Кейін өзіңізге сондай тақырып бар екенін аштыңыз, білдіңіз сондай тақырып бар екен, және өзіңіздің білмейтініңізді түсіндіңіз. Мына кезеңде түсіндіңіз, ол тақырыпты білмейсіз, демек білмейтініңізді білесіз. Ары қарай сол тақырыпты меңгересіз, үйренесіз, формуласын жаттайсыз. Мына үшінші кезеңге түсеміз, мұнда сіз білетініңізді білесіз, яғни ол тақырыпты меңгеріп алдыңыз. Бара-бара ол тақырыпты қайтадан автоматтандыра келе,
сіз оны күнделікті ойланбай ақ та пайдалана бересіз. Демек 4-ші кезеңге өттіңіз. Ол кезеңде бейсаналы біліктілік, ол дегеніміз білетініңізді білмейсіз, автоматты түрде қолданасыз. Кейін тағы да қайталанып жаңа бір нәрсе алдыңыздан шығады. Оны білмей тұрасыз, сосын білесіз, ой, мен мынаны да білмейді екенмін ғой, мынандай нәрсе де бар екен ғой, осындай да құрылымдар бар екен. Сөйтіп мына кезең қайталанып алдыңыздан жаңа нәрсе шыға береді. Сол кезде, мына кезеңге келген кезде адам кейде беріліп кеткісі келеді. Өйткені қанша үйреніп жатыр, бәрін білетін сияқты, білемін деп ойлаған кезде қайтадан алдан жаңа білім алдынан шыққан кезде адам шаршап кетеді, прогресс жасамағандай көрініп қалады. Қанша үйреніп жатырмын, прогресс көріп жатқан жоқпын. Шын мәнінде прогресс жүріп жатыр, қаншама нәрсені адам үйреніп жатыр, тек жаңа білім алдынан шыға береді. Сондықтан бұл сызбамен айтайын дегенім, тілді біз өмір бақи үйрене береміз. Ешқашан бітті, ағылшын тілін жаттап алдым, білемін деп айтуға болмайды, айту мүмкін емес. Туған тілдің өзінде де біз күн сайын бір жаңа бір сөз, мақал, тіркестерді үйреніп жатамыз. Өзіміз танымайтын, ешқашан бұрын соңды естімеген тіркестерді үйреніп жатамыз. Ағылшын тілінде де солай. Сондықтан, егер де жаңа зат алдыңыздан шығып жатқан болса, онда оны үйреніңіз, оны да меңгеріңіз, керек болса сөйлеуге барлығына енгізе беріңіз. Бірақ мына кезеңде тоқта қалмаңыз. Және бұл кезеңге келген кезде ойлап қалмаңыз, прогресс жасап жатқан жоқпын деп. Егер осының бәрін аталған 4 сұраққа да иә деп жауап беріп, 5-ші сұраққа келген кезде жоқ, прогрессіме қанағаттанбаймын дейтін болсаңыз, ойланыңыз, сіз осы уақытқа дейін қандай жетістікке жеттіңіз, қандай білім меңгердіңіз. Шын мәнінде сіз мүмкін мына этапта тұрған шығарсыз, ал осы этапқа келу үшін сіз қаншама айналым жасадыңыз. Сондықтан осы уақытқа дейінгі жасаған еңбегіңізді бағалаңыз, ағылшын үйренуді тоқтатпаңыз. Тіл үйрену әрдайым оңай емес, егер оңай болатын болса барлығы да баяғыдағы сайрап жүретін еді. Ал егер де үйрететін адам керек болатын болса, бағыт-бағдар беретін адам керек болатын болса, арнайы бір бағдарлама керек болатын болса, мен курсыма шақырамын. Әрдайым менде курстарым ашық. Маған жазыңыздар төмендегі сілтеме бойынша. Жалпы, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер сұрақтарыңыз болса, төмендегі комментарийге жазыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше. Бай!